Болды, мен шаршадым. Неге осы сөздерді ағылшынша бәрі қате оқиды? Сіз де қате оқисыз ба? Тексерейік. Бірінші сөзді қалай айтасыз? Киім деген. Егер оны clothes десеңіз, ол clothes емес, ол close. Close. Тура жабу секілді. Екінші сөзді қалай айтасыз? Бұл деген тостаған, терең ыдыс. Оны bowl десеңіз, bowl емес, бұл bowl. Bowl. Тура боулинг сияқты. Үшінші орында бәріміз армандайтын. Яхтаны қалай оқисыз? Яхт емес, ячт та емес, бұл yacht. Yacht. Төртінші орында үйімізде кейде хаос болады, бірақ бұны ағылшынша chaos демейміз, бұл chaos. Chaos. Және соңғысы қарыз. Оны не дейсіз ағылшынша? Егер debt десеңіз, ол debt емес, ол debt. Debt. Бұл сөздерді бұрын қалай айтушы едіңіз, пікірге жазыңыз, және күнде ағылшын үйрену үшін парақшаға тіркеліңіз.